Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Қазір көпшілік жиналсын. Одан кейін прямой эфирімізді не үшін басталып жатқанын айтатын боламыз. Прямой эфирге кіргеннен бастап күн ыстық дейсің де, иә, күн деген бізде жанып тұр қазір. Вообще демалу невозможно. Құрметті оқырмандар, қазір мен уже эфирді бастай берем. Эфир сақталады. Және ары қарай өздеріңіз көріп жан-жаққа жіберетін боласыздар. Құрметті оқырмандар, сіздермен бірге Корея көмек, Самат Ахметов. Біз қазір Шымкент қаласынан тікелей эфирге шығып отырмыз. Қазір Қазақстан уақыты 3-тен 35 минут кетті күндізгі. Құрметті оқырмандар, Оңтүстік Корея елінде қайтыс болған Қазақстан Республикасы Шымкент қаласының азаматы туралы біз сіздерге осы бірер күн алдын ақпарат берген болатынбыз. Қазіргі таңда жалпы енді барлығын рет-ретімен айтатын болсақ, қайтыс болған азамат жансақтау бөлімінде болды. Қазір 15 күн болды. Чаңне Шижаң, яғни мәйітханада жатыр. Жатқан себептерін қазір түсіндіріп өтетін боламын. Бұл отандасымыз Оңтүстік Корея елінде заңсыз мигрант болып жұмыс атқарған. Және жаңағыдай бауыр және жүрек аурулары болған. Соның салдарынан дәрігерлер барлық жағдайды жасады, бірақ мына өмірмен қоштасып кетті. Құрметті оқырмандар, құрметті мұсылман бауырлар, жалпы аурухана ақшасы 20 миллион 600 мың ақша шыққан Кореяның ақшасымен. Біз қайта-қайта хат жіберіп, ауруханамен тікелей байланыс орнатып, сол бухгалтерлармен байланыс орнатып, жалпы қазір 5 миллион төлем жасауға келістіріп қойдық. Яғни басында 26 миллион вон ақша еді, соны түсіріп, мен 5 миллионға сөйлесіп қойдым. Енді құрметті оқырмандар, қазіргі таңда біз осы Корея көмекте сбор жасап, қайырымдылық жасадық, отбасының берген көмектері бар. Олардың барлығын есептеп, қазір бізде 3 миллион ақша қалып тұр. 3 миллион вон. Яғни 8 миллион 100 мың компания негізінде мәйітті алып келуге Қазақстанға 9 миллион 800 мың ақша сұраған болса, компаниямен сөйлесіп, 8 миллион 100 мың ақшаға мен келістім. Яғни мәйітті Қазақстанға алып келуге. Енді әлі мәйіт Қазақстанға келген жоқ. Оны Корея елі бермей жатыр. Не үшін? Аурухананың 5 миллион ақшасын төлеуіміз керек. Қазіргі таңда біздің қолымызда бар ақша 3 миллион вон. Тағы бізге 2 миллион вон ақша жетпей жатыр. Біз негізінде бүгін, яғни кеше пятница күні 22-сі күні оны Қазақстанға алып келеміз деп барлық құжатын дайындап қойған едік. Бұл отандасымыз заңсыз мигрант болғандықтан мемлекет тарапынан ешқандай көмек қарастырылған емес. Сондықтан құрметті бауырлар, аурухана қазір айтып жатыр, бүгін жатқанына 15 күн, тағы 2 күннен кейін мәйітті кремация жасаймыз, яғни мәйітті өртеп жағамызда оны күлін береміз деп жатыр. Құрметті бауырлар, осы уақытқа дейін біз ешқандай бір мұсылман адамын Корея елінде жанып кетуіне жол берген жоқпыз. Оны сіздер және бізді осы уақытқа дейін бақылап көріп келген оқырмандарымыздың барлығы білет. Осы уақытқа дейін ешкімнің жанып кетуіне, осы уақытқа дейін ешқандай бір мұсылман болсын, жалпы паспорты Қазақстан азаматыма, оны біз Корея елінде қалуына, не болмасам Корея елінде жанып кетуіне жол берген жоқпыз, кремация жасалуына. Сондықтан құрметті бауырлар, қайырымдылығымыз қазір посттардың астында тағы қалдырылады, қолдан келгенше сіздердің қолдауларыңыз қажет. Осы бір күннің ішінде сол қалған 2 миллион қаражатты жинауымыз керек. Қазір енді өзбек тілінде ақпарат беріледі, сіздер шығып кетпей тұрыңыздар, одан кейін тағы қосымша ақпарат берем. Құрметті оқырмандар, жалпы ақпараттың барлығы берілді өзбек тілінде де. Бізде қазір Оңтүстік Корея елінде жатқан Қазақстан Республикасының азаматына шұғыл түрде көмек қажет еді. Сол туралы біз тікелей эфирді жасадық. Осы тікелей эфирдің астында біздің сенім банк нөмірлеріміз қалдыратын боламыз. Жалпы бізде қазір 3 миллион ақша бар, тағы 2 миллион қаражат керек болып тұр. Бізде бар болғаны бір-ақ күн уақытымыз бар. Осы бір күннің ішінде қолдан келгенше қолдауды көрсетейік. Құрметті бауырлар, мысалға бір зауытта істеп жатқан 10-15 өзбек Қазақстан азаматтары бар. Кешке бір жерлерде жиналып өздері отыратын, бір жолдас балдармен басын қосатын отыратын жерлер бар. Сол жерлерде, құрметті бауырлар, жиналып, осы Корея көмекте осындай ақпарат беріліп жатыр. Осындай бір мұсылман бауырымызға көмек керек екен деп
сол жерде 10 мыңнан 5 мың воннан, ол 10 мың вон деген мысалға Кореяда, мысалға айтқанда анау айтқан көп ақша емес. Ол қазақстандықтар мысалға 10 мың вон 3 мың теңге болатын болса, ол 3 мың теңге бір адамға қайырымдылық жасауға кейбіреулері 10 мың теңгемен беріп жатыр, кейбіреулері 5 мың теңгемен, кейбіреулері 100 теңге береді, кейбіреулері дұға жасап жатыр. Сізде дәл сондай әрекетті жасаңызшы, өтініш сіздерден. Бір мұсылман бауырымызды күлге айналып кетуіне жол бермекші. Өтініш сіздерден. Қазір осы видеоның астында, яғни тікелей эфирдің астында толық банк нөмірлерді қалдыратын боламыз. Қолдан келгенше қолдауды көрсетейік, бауырлар. Мынау дүние, мысалға мынандайда, бүгін біз қазір бір адамға қайырымдылық жасап, бір адам өмірден өтті деп соның артынан дұға жасап отырмыз. Сондай уақыт келет, сіздің артыңыздан біздің артымыздан сіз дұға жасайсыз. Мына өмірге барлығымыз қонақпыз. Сонда екен, беріліп жатқан ақпараттарымызды, жіберіп жатқан тікелей эфирлеріміздің барлығын дұрыс көз қараспен қарап, ол нәрсенің барлығын дұрыс қабылдауларыңызды сұрайтын едік. Оңтүстік Корея елінде қайтыс болған Қазақстан Республикасы Шымкент қаласының азаматы Ахмедов Мұратжан еді. Ол Оңтүстік Корея елінде жансақтау бөлімінде қайтыс болды. Қазіргі таңда бүгін мінекей 15-ші күні Чаңнешижаңда, яғни мәйітханада жатыр. Егер мәйітхананың ақшасын, яғни аурухананың ақшасын төлем жасамасақ, отандасымызды кәріс азаматтар жағып жібереміз деп бүгін бізге қоңырау шалып жатыр. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет, қолдау көрсетіп жатқан мейірімді жандар. Алладан жасап жатқан қайырымдылықтарыңыз 2 есе болып қайтсын. Тікелей эфирімізді аяқтаймыз, және тікелей эфирдің астында біздің банк нөмірлеріміз қалдырылды.